Сәлеметсіздер ханымдары, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте оңай әрі тез дайын болатын жеңіл тамақ әзірлейміз. Ол үшін ең алдымен қамырымызды илеп аламыз. Толық рецептті описание бөлімінде жазып қалдырамын. Қамырымыз дайын, енді оны тындыруға алып қоямыз. Келесінде біз ішіне салмасын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге 2 картопымызды жіңішке немесе 4 бұрышты етіп, өз қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар болады. Мен 4 бұрышты етіп турап алдым. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама тіркеліп қойыңыздар, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесінде біз пиязымызды осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз, оны да дәл осылай. Егер сіз жіңішке етіп турайтын болсаңыз, пиязды да дәл солай жіңішке етіп турайтын боласыз. Неге турап болдық, енді алдын ала өлшеп дайындап алған фаршымызды салып, ішіне тұз, қара бұрыш, зіре және де әртүрлі дәмдеуіштерден өз қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Және жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің қамырымызда тынды, енді оны әдемілеп орташа қалыңдықта жайып шығатын боламыз. Ішінен аздап осылай сұйық майданда жағып жіберсеңіздер болады. Және де біз сары майымызды осындай кесіп алып, барлық жеріне біртетіп осындай қойып шығамыз. Енді жаңағы дайындап алған салмамызды бір тегіс етіп, барлық жеріне бірдей етіп жайып аламыз. Жайып шықтық, енді оны осылай орайтын боламыз. Бұл тағамымыздың ерекшелігі, көріп тұрғандарыңыздай өте жеңіл және де оңай дайын болады. Және де өте дәмді болып шығары сөзсіз. Неке дайындап орап алдық, енді оның үстінен жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Егер сіздерде күнжіт болатын болса, үстіне күнжіт жағуға да болады. Қызып тұрған пешке 180 градуста 30-40 минут аралығында пісіріп аламыз. Неке дайын. Осылай әдемі етіп, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кесіп, дастарханға тартсаңыздар болады. Егер сіздерге рецепт ұнаған болса,
арнама тіркеліп қоңырау белгісін басып қойыңыздар, лайк және комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.